Асылай, қайырлы кеш. Сәлемат. Естіліп тұр ма? тұр. Қазір 1 минут. Аха. Так. Күтеміз ба, бастай береміз ба? Бастай береміз ба? 1-2 минут күтейік. Қыздар қосылып жатыр жайменен. Қанша болды? Сағат 8-ден 4 минут кетті. Бастай берейік, эфир сақтап қоясыздар ғой да? Сәлематсыздар ма? Қал жағдайларыңыз қалай? Біздің бизнес ойынға қош келдіңіздер. Жалпы нешінші? 5-ші потокта уже, е? 5-ші ғой деймін, по-моему, 5-ші поток болып жатыр. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыздар ма? Жалпы енді барлықтарыңыз бір сұрақпен келіп отырсыздар ғой енді бұл жерге. Адам жоқ, сетевой бизнесті қалай интернет арқылы жүргізем, адам келмей жатыр, адам таппай жатырым, командам құлдырап жатыр, келген адамдар активация жасай алмай жатыр, я болмасам 1 ай активациядан кейін кетіп қалып жатыр деген сияқты, я? Енді қараңыздар, негізінде сетевой бизнесте адам жоқ емес, адам бар, өйткені оған дәлел мен айталам, мен өзімнің командама осы ноябрь айында 100 адам деп қосылды. Бұл сетевой бизнесте адам жоқ емес, значит, сіздер енді егер де адам жоқ болып жатса, адамдар сіздерге келмей жатса, я, аналитика жасап үйренулеріңіз керек. Жалпы өзім қысқаша таныстырып өтейін. Мен білмейтіндеріңіз болса, есім Мақбота, үйде отырған көп балалы онлайн сетевой кәсіпкермін. Қазіргі таңда 7 айдың ішінде 7 мемлекеттен команда құрдым. 8-ші айда компаниядан саяхат программасын тегін алдым. Кеше күні осы ноябрьде мен өзім октябрьде топ лидерлар қатарына шықтым. Кеше ғана өзімнің артынан дәл өзім сияқты тағда топ лидер шығардым командамда. Міне осындай нәтижелер бізде бар. Бұның бәрі мысалға осы жаңа методикамен жұмыс жасаудың арқасында көп кісілер айтып жатыр, я? Кризис болып қалды, карантин болып қалды, сол себепті адамдарда ақша болмай қалды, адамдар далаға шыға алмай қалды, бизнестің бәрі тоқтап қалды деп. Мүлдем олай емес. Сетевой бизнес кәдімгі, қазір енді бәріміз онлайнға ауыстық, я? Сетевой бизнесте әр бизнес өзінің бір онлайнда орнын алды. Біздің бизнесімізде онлайннан ойып тұрып өзінің орнын алды. Жалпы айтқанда біздің бизнес қалған бизнестарға қарағанда онлайн бағытта интернет арқылы жүргізуге өте тиімді. Просто сіздер білмей жатсыздар қалай істеу керек екен. Жаңағы адам жоқ, адам шақыру, тек қана адам іздеумен, тек қана жаңағы покупатель іздеумен, сомен ғана айналысып жатсыздар да. Негізі бұл бизнесте адам өзімен айналысу керек, ең бірінші. Былайынша айтқанда сіздер аналитика жасап көрулеріңіз керек, я? Мысалға, қай адамда бизнесі жүріп жатыр қазіргі кезде, мысалы, я? Қай команда тез өсіп жатыр, олар неге өсіп жатыр, олардың жұмыс жасау бағыт-бағдары қандай деген сияқты, я? Барлық нәрсеге аналитика жасау керек, өйткені қазір енді онлайннан да бөлек, мысалға, офлайннан да бөлек осы онлайнның өзі, мысалы, қазір бірден бір нәрселер ауысады ғой, мысалы,
бір күн бір нәрсе жұмыс жасайды да, бір шамалы уақыттан кейін ол нәрсе жұмыс жасамай қалады. Көп нәрсе, мысалға, бір даже осы интернеттің өзінде бір приложениемен жақсылап жұмыс жасап отырасың да, какой-то бір ұйықтап тұрсаң, басқа нәрсе болып ауысып тұрады, иә, мысалға, иә, или жаңағы платный версияға ауысып кетеді деген сияқты. Сол сияқты сіздер қарап жаңағы отыруларыңыз керек та, постоянно аналитика жасап отыру керек. Қай нәрсе қай жерде сіздерге жұмыс жасамай жатыр, иә? Мысалы, сіздер неге істете алмай жатсыздар? Себебі сіздер кәдімгі бұрынғы офлайн бағыттағы әдеттеріңізді онлайнға әкеп қосып жатсыздар. Ондай әдеттер деген қандай әдеттер? Ол мысалға біз бұрын офлайн методикамен, ескі әдістермен жұмыс жасаған кезде, мысалға таныстарымызға, жаңағы тамырларымызға, туыстарымызға үйлеріне барып деген сияқты, мынандай бір затты апарып, мысалға қалдырып кетіп, сосын берерсің деген сияқты, сондай да болатын, қинап қыштап алғызу деген сияқты, насильно. Одан кейін біздің енді осы онлайнға көшкен кезде адамдар оны былай көшіріп жатыр. Бір жаңағы чатқа насильно тығып қояды адамдарды, сосын отыра тұршы, мен сендерге информация беремін деп, мысалға, информация береді бұл жерде, ол адамға ол информация керек па, керек емес па? Қазіргі адамдардың бастарының бәрі өздерінің проблемаларымен занят, оған бизнес предлагать етесіздер. Ол адамға бизнес, әшейін сізді танитын болғаннан кейін сізден ұялғаннан сол чатта отыраттағы айтады, мен сіздің жаңағы информацияны тыңдадым, керек болса кейін өзіңе хабарласам, ладно, чатыңнан шыға салайыншы деп шығып кетеді, сол сияқты. Или болмасам жаңағыдай, жарайды, не бар өзі, бір зубный паста бәрібір алғыш қой, жарайды, бір зубный паста ала салайын, бизнесіңді бастап жатыр екенсің дейді да, болды, содан кейін ауымен ол жоқ болады, короче. Қолым тимей жатыр, анау болды, мынау болды деп сізге хабарласпайды. Не себепті? Себебі ол адамға бизнес керек емес, себебі ол адам сіздің мақсатты адамыңыз емес. Енді былайынша айтқанда, бұл біздің бизнесімізге көп адамдар жасай алмайды. Он простой, но он не легкий, да, былай айтқанда, он легкий, но он не простой, да, осылай да айтуға болады. Потому что бұл жерде сіздер жаңағы адамдардың отказына шыдай алмай жатсыздар, өздеріңіз стресске түсіп кетіп жатсыздар. Мысалы, көптеген адамдар отказ ала береді. Сіз мысалға өзіңіз жанасыз, өзіңізге бұл бизнес ұнайды, бір қатта бір сізді зацепило, да, и сіз де сондай жалынмен біреуге барып айтасыз, ойлайсыз, қазір я этого человека тоже зацеплю деп, да, но когда вы получаете в лоб нет, у вас уже сізде сол жалыныңыздың өзі, жанып тұрған, сіздің өзіңіздің жұмыс жасайын деп тұрған желанияңыздың өзі солай өшеді. Постепенно вы не только другим людям надоедаете, сіз өзіңіздегі жанып тұрған өзіңіздің жалыныңызды өшіріп жатсыз да, мысалға, а оны басқа бағытта, дұрыс бағытта, этично жұмыс жасауға болады. Қалай десеңіздер, бұл жаңа методика арқылы сетевой бизнесті жасағаннан кейін әр бизнестің өзінің жаңағы алгоритмі бар, бізде сетевой бизнестің де өзінің алгоритмі бар. Ондай бұрынғы әдістер мынандай спам жіберу, қайта-қайта сообщение жіберу, жаңағы списокты бір ай бойы обработка жасау, одан кейін оны қайтадан обработка жасау. Жаңағы мен көптеген лидерлардың осы сабақтарында боламын, бұнда айтып жатады, мысалға, бір адамға 12 касание керек деп, бір адамға ешқандай касание керек емес, ол бизнес керек емес болса, касанияны адам өзі-ақ сізді қарап отырып, мысалға, жасайды, мысалға, сол адам сізге қарап отырып, өзі касание жасайтындай етіп жасауға болады бұл бизнесті. Енді оны қалай жасайын, сіз қалай жасап отырсыз десеңіздер, мысалға, бұның өзінің бір әдістері бар, жалпы интернеттегі барлық платформаларды егерде сіздер под свой бизнес, под свою нишу будете все делать и обрабатывать, осы мынау кәдімгі платформаның бәрін өздеріңізге жұмыс жасата алуға болады. Алғашқы айда сіздер изучать етіп, өздеріңіз платформаға жұмыс жасайсыз, ал одан кейін сол платформалар барлығы сіздерге 24 сағат бойы жұмыс жасайтын болады. Өйткені бұл интернеттегі жұмыс. Сол себепті, мысалы, мен 7 тілде сөйлейтін 7 елдің ханымдарымен жұмыс жасап отырмын, бірақтан мен басқа тілде сөйлемеймін. Мен тек қана орыс тілін және де қазақ тілін білем, болды. А бірақ осы интернеттің арқасында не болды дейсіздер ма? Қазақ тілін білетін кісі орыс тілін білетін болып шықты, орысша сөйлесіп, орысша жүргізіп жүріп, ол орыс тілін білетін адам бір азербайжанша білетін қыз болып шықты, сосын ол Азербайжанға біздің бизнесіміз өтіп кетті, сөйтіп украинша, молдаванша, мен мысалға вообще білмеймін ол тілдерді, мен неше түрлі чаттарда отырам, бірақ та мен ол тілдердің бәрін білмеймін. Но бірақ факт в том, что бұл интернеттің жұмысы ғой. Мен білмеген нәрсені анау білет, сөйтіп цепочка болып кетіп, мен мысалға осыдан
5-6 ай бұрын мен даже ойлаған да жоқпын, что мен шетелмен жұмыс жасайын деп. Я вообще өйтіп ойлаған жоқпын. Мен командамда 200-ден аса адам болады деп мен ойлаған жоқпын. Мен ойладым бір жылдан кейін, может, 1,5 жылдан кейін сондай нәтиже болатын шығар. Әйтеуір жасай берейін дедім да, жасадым. Бірақтан міне, осының бәрі интернеттегі осы мынау платформаларға алдымен менің өзімнің изучать еткенім, мен мысалға жасым 40-та, осы интернеттегі бизнесті именно осы биыл осы мынау сіздер айтып жатсыздар ғой, қазір кризис болды, пандемия болды, жаңағы не болды, карантин болды, үйде отырып қалдық, содан бизнесіміз жүрмей қалды деп. Жоқ, мүлдем олай емес. Мен карантинге отырып осы бизнесті осылай өрбітіп алдым, иә, мысалға, иә. Оның бәрі дұрыс бағыттағы жұмыстың арқасында. Мен де мысалға осы уақытқа дейін 4 сетевойда болдым, 4 компанияның, онымен компаниялар жаман болғандықтан тастап кеткен жоқпын. Просто маған осы методикалар ұнамайтын. Жаңағы біреудің үйіне бару, бір затты апару, эксперимент жасап көрсету, одан кейін жаңа ол адамға керек па, керек емес па, иногда даже чувствовать етесіз ғой, мысалға ол адамның сізді жақтырмай отқан, иә, как-то дискомфорт өзіңнің ішіңде болады да, құрсыншы осы деп тастап кеткім келетін сондай нәрселер болған, мысалға өзімде сондай чувстволар болған. Одан кейін құрсыншы мен бұны ана біреудің үйіне барып надайды еткенше өзім жүріп ақ сатам деп 80 мың теңге айлық алу үшін 500 мың товарын алып мен сатып та көрген жерім болған, өзім жүгіріп жүріп сатып. Сол кезде маған күйеуім айтқан, сен бота қоя қойшы осыны 80 мың теңгені мен саған берем деп. Сен бірақ мынау сен машинаңа күнде 2 мың теңгеге не құясың, еще бензин құясың, еще өзің тамақ жемейсің, наверное, я же знаю, дейді да, что сен айлығың аз, тамақ жемейсің, наверное. Действительно, тамақ жемейтін жаңағы лучше машинама бензин құямын деп та, мысалы, иә, соны әйтеуір сату, сондай бір зомби состояниеде жүрдім да, мен де тура осындай өзім сияқты адам келеді маған деп сөйтіп соны армандап жүрдім, бірақ менің ондай адам келген жоқ. Ондай нәрсеге екінің бірі дайын емес. Мысалға, сіз дайын болсаңыз да, сіз өзіңізді жертвовать етуге дайын болсаңыз да, сіздің артыңыздан келген адам ондай жертваға дайын болмауы мүмкін, иә. Сол себепті команда сынып кетеді, команда жүрмейді. Сіз жалғыз өзіңіз қашанғы тартқылай бересіз, мысалға, иә. Ол мысалға сөйтіп жүріп, мысалға сізде сынасыз деген сияқты. Енді бұл жерде не істеу керек? Енді бәрімізге енді ясно, да, енді проблеманың бәрі айтылды. Енді не істейміз? Дұрыс бағытта жұмыс жасап үйрену керек. Дұрыс бағытта жаңа айттым, иә, осы интернеттегі платформалардың бәрін игеріп, меңгеріп, алдымен платформалар сіздер игересіздер, сіздер платформаға жұмыс жасайсыздар, не екенін зерттейсіздер, көресіздер, қай платформа қандай алгоритммен жұмыс жасайтын, иә, одан кейін сол платформалар сіздерге жұмыс жасайтын болады. Бұны енді мен былайынша айтқанда сіздерге айтып түсіндірейін. Біздің жұмыс жасайтын методикамыз былай, иә, мысалы, сіздер бизнеске келгеннен кейін біз бүгін жалпы осы интернеттегі именно сетевой бизнесті ғана талқылаймыз. Басқа бизнестер бізге керек емес. Именно сетевой бизнестің дұрыс жүруі үшін сіз простой Инстаграмда не істеу керек, иә? Инстаграмда сіздерде дұрыс упаковка болу керек. Мысалға, сіз аяқ киім сататын дүкен болса, ол жерге жаңағы нанның, булочканың суретін қоймайсыз ғой, сол сияқты сізде дұрыс упаковка болу керек. Одан кейін сіз мысалға көбінде біз мынау ескі әдістер бойынша бізді қалай үйретті, иә? Мысалға презентацияны да дұрыс жасай алмаймыз, мысалы, иә? Презентация жасаудың өзі мысалға біз қазір мысалға Айзада ханым контент сабағын айтатын болады сіздерге, осы контенттің өзі мысалға дұрыс жазылмайды бізде. Біз идеале мысалға барлықтарыңыз Инстаграмда отырсыздар, не үшін отырсыздар, иә? Мысалы, сіздер осымен бизнестарыңыздан баннерларын, бірдемелерін саласыздар ғой Инстаграмға, сол кезде у вас какая-то надежда есть, что к вам люди напишут, сіздерге адам керек деген надеждамен жазасыздар ғой, бірақ ешкім келмейді. Неге? А маған мен дайрегімді мен оқып тауса алмаймын күнде, потому что таңертең оянам, маған 30-40 заявка келіп тұрады. Соның бәрін обработка жасап болғанша, мен мысалға кешкі 6-тан кейін жазған адамдарға ертесіне жауап беремін. Өйткені бүгінгі күніме жауап беріп үлгермей қалам да мен. Естіліп тұр ма? Так, естіліп тұр ма? Естіліп тұр. А то сіз бүйтіп айналып кетіп жатсыз. Енді бұл жерде біз жаңа звондатты маған, соны өшіргем осы, может сол кезде шығар. Айналып кетіп жатсыз. Енді қараңыздар, енді қалай істейміз, иә? Біз енді бұрын айтатынбыз, иә? Мысалы, презентацияны жасағанда біз айтатынбыз, осы компанияға кел, осы компания мынандай, осы компания, оказывается, мынандай мүмкіндік берер екен деп. Я мысалға, осы компанияда жұмыс жасайтын болсаң, саяхатқа барасың, ақша төлейді, мынандай, өзің сияқты осындай 5 адамды әкелсең, бәрі чик-пуки болады деген сияқты. Я мысалға, бір бәрін
компанияны пиарить ететінбіз да. Компанияға келсең, сен осындай өнімдерді осындай скидкамен аласың, және де бұл фабричный өнімдер деген сияқты, фирменный деген сияқты. Зато сен өзің интернет-магазинді, жай магазинді интернет-магазинге ауыстыру арқылы бизнес жасап алуға болады деп, оның мысалға естілмей тұр ма? Естіліп тұр ма? Енді одан кейін мысалға біз айтамыз, компания мынандай мүмкіндік береді, компания автомобиль береді, компания саяхат береді. Компания береді бәрін, оған әңгіме жоқ ешқандай, Бірақтан біз компания, ол аты шықпаған компания болса, мысалға компанияны айтуға болады, сіздерде мысалға, аты шығып тұрған компанияда жұмыс жасап жатсыздар. Интернетте бар, уже любой адам интернетте терсе, любой компания туралы ақпарат шығады, тола, біз не істеуіміз керек? Бұл жерде біз өзімізді көрсетуіміз керек, өзімізді пиарить етуіміз керек. Компания жайында айтпаймыз, бұдан былай компания, Даймос 24, ФП, Фаберлик, 01, 02, 07, одан кейін жаңағыдай Ханшайым, Принцесса, оның бәрін қоямыз, қыздар. Біз енді бизнеспен айналысайын деп жатырмыз, Сіздер бизнес, бұл бизнесті мысалға көре салайын, попробую деп келген адамдар просто попробуют, просто покушают, и, знаете, если ему понравится, жақсы екен, рецептін алып істеу керек екен дейді да кетеді. Именно сіздер мысалға, попробую деп келмеу керек бұл бизнесқа. Қараңыздаршы, мысалға сіздер бір жерге жұмысқа барасыздар, не істейсіздер? Үстеріңізді әдемілеп, сол жерге жұмысқа, сол сізді алатын организацияға өзіңізді барынша жақсы көрсетуге тырысасыз ғой. Барған кезде собеседованиеде де мысалға жақсы сөйлеуге тырысасыз, мысалға, я знаю, айнаға қарап дайындалатындарыңыз да бар араларыңызда, потому что өзімде сондай болғам, сонда мысалға сіздер сол жұмысқа барған кезде, ана администратор сізге жаңағы айтып түсіндірді, бәрін бетті сөйтті, егерде сіз айтсаңыз, ну давайте я там месяц, недельку попробую десеңіз, саған айтады, ой, қоя айналайын бар дейді, ой. Сол сияқты, попробую деген нәрсе болмайды, бітті, попробую емес. Вы поймите, что этот бизнес, он ваш бизнес, этот бизнес, он масштабный бизнес. Сіздер просто қазір сіздер адам келмей жатыр, какой-то бір проблемалармен сіздер тоқтығысып жатсыздар, содан кейін сіздер ойлайсыздар, бұл нәрсе білмеймін енді, былай ма, жарайды, тағы да попробуй, келесі айда тағы да салып попробуй, вообще попробуй деген нәрсені қойыңыздар да, кәдімгі өздеріңізге, көздеріңізге елестетіңіздер, что это ваш бизнес, что это ваш масштабный бизнес, и этот бизнес нужно просто масштабировать, енді ары қарай не істеу керек деп өздеріңізге план жасаңыздар, значит, точка А бізде мысалға 0, енді точка Б-мыз бізге лидер статусына жету керек, оны қалай жасаймын мысалға? Лидер статусына мен қандай бағыттармен жасаймын? Кім қазір қандай бағытпен жүріп жатыр, қандай бағытпен жасап жатыр деп мысалға, болды енді парақшаны өңдейміз под себя, все делаем под себя. Өзіміздің суретіміз тұрады, өзіміздің жаңағы неміз тұрады, өзіміз жайында ақпарат тұрады. Одан кейін қыздар, мен ақшаны қырып табам, ақша деген жаңағы интернетте толып жатыр, жаңағы менімен бірге 300 000 теңге тап деген нәрсенің бәрін қойыңыздар. Ол енді сіздер действительно сол ақшаны солай тауып жатсаңыздар, сол ақшаның қалай табылатын жолын көрсету арқылы адамдарды өздеріңізге тартуларыңыз керек. Вообще негізінде личный енді лохотрон, ол енді әркімге әрқалай лохотрон болса, сізге лохотрон шығар. Я айтып тұрмын ғой, этот бизнес, он простой, но он не легкий. Этот бизнес легкий, но он не простой. Здесь танцуют не все. Егер де солай ойласаңыз, біздің таныс площадкамыздан шыға беріңіз. Ал енді ары қарай кеттік. Бұл енді қараңыздар, бұл жерде сіздер қандай бағытпен жұмыс жасайсыздар, өздеріңізді дамыту арқылы, өздеріңіздің личный брендтеріңізді жасау арқылы. Кейбір кісілер айтып жатады, личный брендті қалай жасаймын? Менің подписчигім жоқ. Личный бренд ол сіздің подписчигіңізге де байланысты емес. Личный бренд ол сіздің бір личный бренд не строится, девочки, в красивых мечтах, на самолетах, в Гавайях, в Турции. Личный бренд строится с самого простого. Өздеріңіздің ең бұл бизнесті мысалға бұрын, осыдан 1-2 жыл бұрын бұл бизнес интернетке келген кезде бізді былай үйрететін. Сіздерге фотосессия жасау керек, әдемі жақтарыңызды көрсету керек деп та, әдемі жағымызды біз и так-та көрсетуге тырысамыз ғой. Любой, біз енді алба-жұлба болып шықпайсыздар ғой бәрібірде, интернетке. Но бірақтан сіздер, вы должны показать, да, вы должны очень просто его делать. Этот бизнес делается, он просто. Кто делает очень просто, мысалға, жай ғана
біз мысалға мен алғашқы осы фотосессияны қыздарыма айтамын да, өздеріңіздің үйлеріңізде, өздеріңіздің есіктеріңіздің алдыңызда, жаңағы өзіңіздің қалаңызда, не надо бастыға тұрып, өздеріңіз домашних условиях жасаңыздар деп та, не нужно все усложнять. Енді усложнять етудің ешнәрсеге жаңағы, чем проще, тем лучше, и тем легче сіздерге де. И енді қараңыздар, сіздер жаңағы парақшаларыңызды енді бүгіннен бастап дұрыстап өңдейсіздер, парақшаны қалай өңдеу керек, сіздерге ақпарат беріледі, сіздердің осы Айзада ханым, Лилия ханым жаңағы телеграм каналда қосылмаған болсаңыздар, қосылып алыңыздар, сол жерге сіздерге толық ақпарат беріп, және де оны қалай жасау керек, сұрақтарыңызды қойып, бірге талдап, осы ханымдарға, осы сіздерге куратор болатын кісілерге, жалпы осы кісілердің білімдерін пайдаланып, өздеріңіздің жаңағы қай бизнеске қалай деген сияқты мысалға, бағыттағы сұрақтарыңызды қойып, барлық осы 2 күн бойы сіздерге қызмет етеміз біздер, барлық сұрақтарыңызды ашық қойып алсаңыздар болады. Енді біз упаковканы жасадық, упаковканы қалай жасайтын толық тағы да беріледі сіздерге. Жалпы енді мен сіздерге түсіндірдім, мына жерде жаңағы компанияның аты тұрмау керек, неше түрлі цифрлар тұрмау керек, одан кейін анау Жәнібектің әйелі, ананың мамасы, мынаның папасы деген нәрсені тоже бәрін алып тастау керек. Өзіміз жайында, аты жөндеріңізді жазыңыздар. Жас болса, сіздер өздеріңіздің аттарыңызбен почталарыңызды жазыңыздар. Мысалға, сіз өзіңіздің личный брендіңізді жасайын деп жатырсыз, мысалға, Айзада 24 Diamonds деп шығармайсыз ба, сіз личный брендіңізді, дұрыс па? Айзада Мирхановна, Ақтоты Абиевна деген сияқты. Сондай өздеріңіз, тек қана өздеріңіз болыңыздар, өздеріңіздің брендтеріңізді шығарып жатырсыздар, понимаете? Сіздер мысалға, біз баяғыда компанияны пиар етіп жұмыс жасасақ, уже компанияны пиар етудің қажеті жоқ. Бізге қазір компания бізді пиар ететіндей. Компания, міне, Ақтоты Абиевна осы компанияның топ лидері деп мысалға, Айзада Мирхановна осы компанияның амбассадоры деген сияқты, мысалға, сондай дәрежеге жетуіміз керек та, бұрынғы әдістермен уже жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Енді сіздер будете над собой работать. Ары қарай кеттік, бұдан кейін енді біз жаңағы мақсатты аудиториямызды таңдауымыз керек. Неге дейсіздер ма? Айттырым ғой, жаңағы, бұл бизнес не для всех, здесь не все танцуют деп. Бұның енді біздер, мысалға, мен айтам да, постоянно бір зданияда, мысалға, бір жаңағы автобустың ішінде 1000 адам болса, мысалға, біздің осы сетевой бизнеске келетін сол жерде 7 адам болады. Бірақ та, сол енді қараңыздар, біз енді сол 1000 адамның ішінен сол 7 адамды тауып алуымыз керек. Қалай тауып алуымыз керек, барлығына 1000 адамға айтып, сол 7 адамды тауып алуға болады. Бір жеке-жеке айтып, либо сіздер өздеріңіздің мақсатты адамдарыңызды талдау арқылы, айналысу арқылы, мысалға, сол 7 адам сіздерге өздері келіп жазатындай, сіздердің бір мынандай, сол көп адамның ішінде кәдімгідей сіздер көріне алсаңыздар, осы сізге сол 7 адам өзі тауып келетіндей, мысалға, не жасауға болады, әрекет жасауға болады да, сізге келіп сұрайды, мысалға, не бұл деген сияқты, сондай дәрежеде мысалы жұмыс жасауға болады. Енді анау 1000 адамға айтып жүрген жақсы ма, жоқ әлде сол мақсатты 7 адам. Бәрібір сізге сол 1000 адам айтсаңыз да, бәрібір сол 7 адам келеді. Одан артық адам келмейді. Өйткені бұл бизнесте барлық адам болу міндетті емес. Ал енді сол 7 адамды оңай тауып алуға болады. Или біз сол 1000 адамға айтып жүріп тауып алуға болады. Ал енді 1000 айтып жүріп табуға дайын адамдарды мен көрдім. Барекел, мен айтам, интернетте мынандай нәрселерді дамығым келмейді, экраннан қорқады, абырақтан сол адамға барып, шынына тигеннен қорқпайды. Значит, как-то это неэтично, да, получается. И сол 1000 адамға айтып жүрген кезде сіз өзіңіз сынып кетуіңіз мүмкін. Нет, дебесем мысалға сізге, может, сіздің 7 адамыңызды сіз 990 сол жерге келген кезде табатынсыз. Ең алғашқы айтқан адамыңыз одан кейін а вдруг бұл адамдар ең соңында тұрған шығар, сіздер жете аласыздар ма сол ең соңындағы 7 адамға? Сол себепті мақсатты аудиторияны біз неге таңдаймыз? Бұл мақсатты аудиториямен жұмыс жасайтын болсаңыздар, осы сетевой бизнестағы, вообще жалпы любой бизнеста целевой аудиторияларыңызды білетін болсаңыздар, сіздерге 90% сіздердің жұмыстарыңыз жеңілдейді. Мақсатты аудитория бізге енді қалай таңдаймыз десеңіздер, мысалға, мақсатты аудитория кәдімгі өздеріңіздің дәрежелеріңізге қалай өзгеріп тұрады.
сіздердің дәрежелеріңізге қарай парақшаларыңыз да өзгеріп тұрады. Мысалы, маған көп кісілер, мысалы, кеше бүгін осы сабақтардан болған маған жазып жатыр да, ал неге сізде компанияның аты жазылып тұр деп. Менде компанияның аты жазылып тұрған жоқ, бірақ сол компанияны уже мен сабағыма қатысып, мен парақшаны білетін кісілер уже біліп тұр да, сол СВ деген қандай компания екенін. Сосын мен айттым да, енді менің осыдан 7-8 ай бұрынғы менің жалпы парақшам басқаша, дұрыс естілмей қалып жатыр ма? Басқаша болған деп айтып жатырмын да, ол сіздердің дәрежелеріңізге қарай компания, сіздердің әрлеу әдістеріңізде, упаковкаларыңызда, және де мақсатты аудиторияларыңызда ауысып тұрады. Ол сіздердің алған білімдеріңізге қарай, сіздер не білесіздер, қандай практикада не жасадыңыздар. Жалпы негізінде бұл бизнеста личный бренд практик болу арқылы жасалынады. Мысалға, бірінші күннен бастап сіз не жасап жатсыз, соны айтып, мысалы, сіз өзіңіздің интернеттегі бизнесіңіз, жалпы осы Инстаграмды ғана алайықшы, Инстаграмда сіз өз парақшаңыздың режиссері сіз өзіңіз болуыңыз керексіз. Сториста да сіз болуыңыз керексіз. Ешқандай басқа нәрсені снимать етудің қажеті жоқ. Сіз даже бір адамнан, мысалға, бір жақсы бір инсайт алсаңыз да, мысалы, сол инсайтты сіз ана адам айтты деп болса да, ол адамның бүйтіп, сол адамды бүйтіп көрсетудің қажеті жоқ, мына адам айтып тұр деп. Кейбіреулер бар да, мысалға, прямой эфирлар, бір нәрселерді біреудің бүйтіп снимать етіп тұрады. Ана адам жақсы айтып жатыр екен, значит, болсын. Мейлі, ол адам жақсы айтсын. Сіз оны тыңдаңыз, сіз оны содан кейін практикада жазып алыңыз, практикада жасаңыз, содан кейін барып от себя өзіңізден айтыңыз. Өзіңіз осы парақшаңыздың режиссері өзіңіз болыңыз. Өзіңізді көрсетіңіз, актері да, сценарийін жазатын да, тек қана сіздің бизнесіңіз. Сіз мысалға адамды бүйтіп көрсетудің қажеті жоқ. Бұл жерде сіз жасайсыз бәрін. Сол себепті қыздар, бірінші күннен бастап өздеріңізді көрсетіңіздер, парақшаларыңызды тазалаңыздар. Жалпы бұл бизнесті енді адам жоқ деген жоқ емес, адам бар, дұрыс бағытта жұмыс жасап үйрену керек. Просто парақшаны өңдеп, парақшаны өзіңіз арқылы, өзіңіздің личный өзіңіз туралы ақпарат беріп, жалпы сіздің қандай эксперт екеніңізді, қандай методикамен жұмыс жасап жатқаныңызды, және де осы методикадан сіздің осы практикада жасап алып жатқан нәрселеріңізді жалпы айтқанда, сіздер мысалға тек қана пайдалы ақпаратпен өзіңіздің практикаңызда болып жатқан, өзіңіз жасап жатқан нәрселермен бөлісетін болсаңыздар, сіздерге адамдар өздері келетін болады. Мысалға, бірінші қарайды, наблюдать етеді, одан кейін өздері келетін болады. Действительно, мына кісі өткенде айтқан еді, мысалы, мен командама келген қыздарға парақшасын өңдетеміз, целевой аудиториясын, мақсатты аудиториясын таңдаймыз. Мақсатты аудиторияны таңдағанда біз мақсатты аудиторияның кәдімгідей ол қандай потребності бар, қандай несі бар, мысалға проблемасы бар. Сол проблемасын біз арқылы, именно біздің бизнес арқылы, именно сіз арқылы қалай шешуге болады, мысалға, соның бәрін, мысалға, сіз егерде бір проблеманы шеше алатын болуымыз керек, жалпы, любой бір проблемасымен келеді ғой адамдар, сол проблеманы біз шешіп бере алатындай болуымыз керек. Сізден бас тарта алмайтындай сіз ұсыныс тастай білуіңіз керек, ол адамның точка А-сы мен точка Б-сын сіз білуіңіз керек. Ол точка Б-ға апаратын әрбір шартты қанша мезгілде, қанша уақытта ол жасап бітіретінін, примерно сол кезде қанша ақша алатынын, бәрін білетін эксперт болуыңыз керек, Ал эксперт болу үшін сіз өзіңіздің бойыңыздан осының бәрін өткізіп үйренуіңіз керек. Мысалға, мен командама келген қыздарға айтам, қазір бірінші апта біз ең оңай мессенджер, даже өзіңді көрсетудің қажеті жоқ, WhatsApp-пен жұмыс жасаймыз деп, бір апта бойы біз WhatsApp-пен жұмыс жасаймыз. Алғашқы WhatsApp-пен жұмыс жасап, алғашқы аптада 5000 теңгесін табады, ол адам, уже алғашқы кейсі бар. Бір инструментті үйренді, қалай жұмыс жасау керек екен. Все, личный аккаунтымызға барып жазамыз. Қыздар, мен осындай жаңа методикамен жұмыс жасаймын. Алдында келген кезде біз обязательно жазғызамыз. Қыздар, енді мен жаңа методикамен жұмыс жасайын деп жатырмын деп, пост жазу енді былайынша оңай ғой. Ол контентті қазір сіздерге Айзада ханым қалай екен. Жалпы практикада не істеп жатырмын, ешқандай бір не керек емес, анандай компанияма кел, командама кел, мен мынандай күшті компанияға кірдім, осы компанияға менмен келіп, менмен арманыңды орында деп, мысалға,
арманды орындап беретін біз алла тағала емеспіз. Біз әйтеуір әрекеттерді білеміз, бірақ ол кісінің өзінің арманы бар, иә, біз біреудің арманын тіспейміз, просто айтамыз. Енді ол кісінің на самом деле жаңағы точка А-сы мен Б-сын білуіміз керек болды. И сол точка А-сы мен Б-сына апаратын жолды біз көрсете алуымыз керек. Шаг за шагом, иә, қалай екен. Міне қыздар, осылай, енді ертең тағы да сіздерге сабақ беріледі, ертең жалпы сіздерге қалай командасыз, бұл енді біз бүгін адам жоқ, адам қайда, неге адам келмей жатыр деген сұрақтарға жауап беріп жатырмыз ғой, иә? А ертең кәдімгі осы командасыз-ақ бір өзіңіз отырып, осы 50 мың теңге, алғашқы 50 мың теңгелерді, 50 мың теңгеңізді тауып алатын техникаларды айтатын боламыз. Сетевой бизнеста именно, иә, продукциясы бар компанияларға арналған сабақ ертең айтамыз, және ал бүгін енді мен Айзада ханымға сөз берейін. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да қосымша түсіндіреміз, телеграм каналда сіздерге қызмет етеміз. Біз енді жаңағы түсіндіңіздер, иә? Өзімізді пиарить етеміз, компанияны пиарить етпейміз, ешқандай списокке тиіспейміз, ешкімге спам жібермейміз, этично жұмыс жасап үйренеміз, жаңа методикамен өзіміздің личный брендімізді жасау арқылы өзімізді пиарить етеміз, компанияны пиарить етпейміз, еш нәрсені реклама жасамаймыз, тек қана пайдалы ақпаратпен делиться етеміз. Ал енді пайдалы ақпарат, бұл енді біздің осы сетевой бизнестің ең күрделі қаруы, ең главный қаруы, жаңағы Катюшасы. Сол контент жайында сіздерге қазір менің алдыңғы қатарымдағы лидерім, менің алғашқы жұлдыздарымның бірі Айзада ханым айтады. Жалпы контент деген не жазуымыз керек? Біз парақшамызды өңдедік, мақсатты аудиториямызды таңдадық, енді ары қарай не жазамыз? Сол сұраққа жауап берсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті бизнес ойынға қатысушы ханымдар. Қайырлы кеш, Ақбота ханым. Әрине, бүгін сіз өте жақсы құнды ақпараттар айтып кеттіңіз. Бүгінгі тақырыпты сіз жақсы қозғап жатсыз. Мен бүгін сіздерге контент туралы айтып кетемін. Контентті айтып кетпес бұрын сіздің айтқаныңызға өзім де андай айтқым келіп тұрды. Иә, қосылғым келіп тұр. Иә, қосылғым келіп тұр. Өйткені мен өзімді Ақбота ханым таныстырды, иә, өзім де айтып кетейін. Мен есімім Айзада ханна, осы компанияның лидерімін. Жалпы өзіңіз дұрыс айтып жатсыз. Біз енді мақсатты аудиториямен жұмыс жасауымыз керекпіз, өзімізге керек адамдармен жұмыс жасау керекпіз. Одан кейін өзіміз енді жұмыс жасаватқан міндетті түрде ол онлайн түрде болған өзіміз Инстаграм парақшамызды реттеу керекпіз. Өзіңіз айтып жатқандай жаңағыдай нелерін, упаковкаларын, аватаркаларын реттеу керек. Оның бәрі өте дұрыс. Себебі ондай қателіктерді мен өзімнің басымнан да өткен болатын. Мен де кезінде BIC компаниясына жұмыс жасаған кезде Айзада BIC Франция деп жаздым. Шындап келген кезде мен ол аса қатты мені шын мәнінде мен қай компанияда жұмыс жасайтын белгілі болып тұрды. Кейіннен Айзада ханымға ауыстырдым, сөйтіп кейін вообще ол парақшаны мен жауып тастадым. Атын өзгертіп тастадым. Бірақ ол жерде мен жаңа өзімнің қателіктерімді айтып кетейін, сіз айтып жатсыз, былай жасама деп. Ол кезде мен енді аватаркаға да қалай түсу керек екенін білген жоқпыз. Шын мәнінде маған ол өте қиын болып көрінетін. Фотосессия жасап, әдемі неше түрлі позада түскен қыздар көрген кезде мен ойлаймын, мен мынаған қашан жетемін? Мен бұны істеу үшін мен бояну керекпін, киім керек, ақша керек, ол үшін мен үшін проблема болып қалған кез болды. Кейіннен осы компанияға келген кезде расымен де сетевойға просто уақыт керек, және жұмыс жасаймын деген ниет керек болса, қалғаның бәрі қолынан келіп тұрған дүние, мынау суретке түсудің өзі де, мынау неше түрлі эмоциялармен түсу, мысалы біз бәріміз тырысамыз, тек қана әдемі бүйтіп түскен суретте. Кейіннен мысалға эмоциямен бүйтіп деген таң қалу, ё-майо, мынаны қара деген сияқты кейін эмоциялық суреттерді солай дұрыс түскен, яғни адамдарды сол тартады екен, соны да түстік. Былайша айтқанда, ол фото үйде отырып, диванның алдында отырып, суретке түсе беруге болатынын түсіндім. Тек қана форматын ғана дұрыстау керек, және ол суретке түсетініңді өзінің кішкене әдісі болады. Майкамен болмайды, ашық-шашық болмайды деген сияқты. Ладно, купальникпен суда түскен сурет болса, мейлі да, түсінікті, мындай. Мүмкіндігінше, мейлінше, жаңағыдай презентабельный киім дейді ғой, желательно сондай киімдермен түскен дұрыс. Өте жақсы айтып кетіп жатыр. Мен басынан өткеннен айтқым келіп тұрды, упаковкаңызды, аватарканы.
Енді шапка профилянты айтып кеттіңіз, ол кезде шын мәнінде мен даже сілтеме қоймақ түгіл, уже қазір енді таплинг, ms100 көп қой енді сервистер, ондайды мен шын мәнінде осы жерге келіп білдім. Өйткені бұл жерде бұл компанияның обучениелері көп болды. Менің жасаған компаниямда былай дублицирование болды. Маған қалай жазуды үйретті, контентті. Бізге айтты, 5 парақшаны ашасын, өздерің интернеттен іздеп қараңдар да, жаңағы мамочка в декрете, я миллионерша, жаңағыда я тебе научу заработать деген бәрін соны жазып қой кезінде. Оның бәрі қазір келе уақыт келді, обучениенің арқасында оның бәрі дұрыс емес нәрсе екенін, мен даже сілтеме, даже WhatsApp-тың ссылкасын да қоймаған екен сол кезде ша. Жалпы сол. Енді былайша айтқанда, мен бүгін сіздерге контент айтқым келді. Контент дегеніміз көп адамдардың жазатын проблемасы. Бұл жерде жалпы контент дегеніміз не? Ол былайша айтқанда, контент маркетинге так. Ойым бөлініп кетті. Қазір бір мен. Енді қараңыздар. Қазір енді онлайн болғаннан кейін былай болады. Компанияға келеміз, мысалға мен өзім сетевоймен айналысқым келетін болса, мен компанияны іздеймін, сізден информация аламын, ана кісіден информация аламын, өзіме керек информацияны ала аламын да, мен енді өзіме дұрыс бағдар беретін мен адамды іздеймін. Мен лидер компания іздеймін. Ал лидер компания ол жерде тек қана өзін ғана не жасайды, өзіне ғана пиарить етеді, өзін ғана пиарить етеді. Сосын мен ол кісіге келемін. Неге? Өйткені мен компанияға келген кезде мен үлкен жетістікке жетіп табыстарға жеткім келеді. Енді бұл жерде маркетинг контентте біз пост жазамыз, посттың енді түрлері де көп. Көбінесе біздің парақшамызда, жаңа сіз айтып кеткендей, компанияның суреттерін қойып қоямыз, өзіміздің семьямызге түскен сурет, болмаса жаңағыдай неше түрлі поздравительный, жаңа жыл болса, жаңа жылдың картинкасы, 7 март болса, 7 марттың картинкасы, оның бәрі ол адамдарға керек емес негізінде ше. Сіз енді бизнеске келгеннен кейін, сіз бір компанияға тіркелгеннен кейін, сіз уже кәдімгідей жеке кәсіпкерсіз. Сіз уже өзіңізге серьезно қарап, одан кейін сізге адам келетіндей, сіз уже әрекеттер жасау керексіз. Сіз енді новичок болғаннан кейін, сіз лидер болуға тырысу керексіз, ал ол үшін сіздің парақшаңыз кәдімгі упакованный болу керек. Упаковкасын жасадық, аватарканы жасадық, жаңағы немізді өзіміздің атын парақшамызды жасадық, таплинкті жасадық, оның ішіне де біз мысалы таплинк сервисін қойған кезде ол жерге бір белгілі бір мәліметтер қойылады. Енді сіздер мысалға парақшаны шапка профилі толтырған кезде сіз өзіңіз миллионерша болмай тұрып, сіз я миллионерша деп жаза алмайсыз. Неге? Өйткені сіздің парақшаңызға келген адам, мен миллионершаға соответствующий адам болу керекпін да. Мен даусым естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Естіліп жатыр ма? Өйткені мен сол миллионерша болу керекпін, менің парақшам да, мен өзім де соған соответствовать етіп тұрым керекпін. Енді мен өзім бұл жерге келгеннен кейін, мама в декрете болсам да, мейлі мен өзім негізгі жұмысым бар болса да, мейлі мен декретте емес, мен вообще домохозяйка болайын, мүмкін мен студент шығармын, мен өзімнің жұмыс жасағым келетін ниет болады, мен өзімнің проблемам болады. Мен мысалы студент болсам, маған болашақта мүмкін үй алғым келетін шығар, мүмкін бір бизнесін құрғым келетін шығар. Мен жаңағы таплинк сервисіне менің парақшама кірген адам бірінші менімен бірге танысу керек, мені кім екеніммен білу керек, одан кейін барып ол менің парақшама кіргеннен кейін өзіне керек мәліметті алып кету керек. Мен осы кісінің парақшасына кірген кезде мен жетістікке жете аламын ба, жете алмаймын ба? Мені көп адамдардың компания туралы білгенмен, олар лидер деген кезде, мені сіз лидер ретінде өзіңізді осылай танытып, осылай көрсету керексіз, және оның жолдарын жасау керекпіз. Енді ол таплинктің ішіне сіз жаңағы сіз парақшаңызға жазбайсыз мәліметтерді. Сіз таплинк ішіне компания туралы жазуыңыз мүмкін. Ол жерге сіз өзіңіздің парақшаңызға өзіңіздің проблемаңызды жазасыз. Мысалға, мен негізгі жұмысым бар бола тұра, бұл сетевой компанияға тіркеліп, мен кәдімгі жеке кәсіпкер болғанмен,
қосымша жұмыс болғанмен, мен бұған серьезно қараймын да, мен соны жазам. Демек, маған өзімнің жасап жатқан жұмысымның айлығы маған жетпейді. Мен қыдырғым келеді, мені жақсы киінгім келеді, мен өзіме керек затты алып, балаларымның сұрағанына, талабына сәйкес болуым керек, мен сол қосымша жұмыс жасап жатырмын, Мен сол проблеманы жазамын. Таблинктің ішіне мен негізгі жұмыс бола тұра қосымша жұмысым бар, менің айлығым жетіспегеннен мен осы компанияға келдім, және өкінбеймін, осындай деп жаңағы мәліметтерді сол таблинктің ішіне жазамын, және ол адам қызықса, және мен осындай, мен жаңадан егер де бастаған болсам, мен соны айту керек. Мен енді бастап жатқан практикпін, оны жазудан ұялмау керек. Өйткені бұл жерде шынайылық керек, өйткені сізді осылай тіркелген кезде, басына бастаған кезде көрген адам, сізді бақылап отқан кезде сіздің өскеніңізді көреді. Ал егер де сіз қазір өзіңіздің түгіңіз жоқ, өзіңіз нөлден бастап отқан, әлі обучение өтпеген болып, мен миллионершам десеңіз, сіздің парақшаңызға мүлдем адамдар кірмейді, ол гарантия беремін. Сондықтан жаңағы сілтемеге бәрін жазғанмен, сіздің парақшаңызға кірді, сізбен танысты, өзіне керек мәліметті ол алып кетті да, ол шығып кетті. Бұл кісінің, значит, парақшасы жақсы екен, бір нәрсені білет, бір нәрсені үйретуі мүмкін. Ладно, мен басқа лидер іздеп көрейін дейді. Енді қараңыздар, ол тіркеліп қойды, енді ол наблюдатель дейді. Енді сіз енді жаңағында шапкаңыздың бәрін жасап қойыңыз, таплинке бәрін жазып қойыңыз. Енді сіз күнделікті өзіңіздің постыңызды жазу керексіз, яғни контент. Контенттің түрлері өте көп болады. Қазір оны мен сізге айтып беремін. Енді сіз кәдімгі тіркелгенмен сіз обучение жасайсыз, обучениеден өтесіз, сіз обучениеден өткен кезде күнде шынайы нәрсеңізді жазып отыру керексіз. Мысалға, алып ана компания тұрған ана қыздың постын алып көшіре салғаннан көрі, ол білініп тұрады. Мысалға, сіздің сол біреудің көшіре салсаңыз, сіздің оқырманыңыз айтады, мына ана жерде мен жаңа ана пәленшеден оқыған едім ғой, екеуісінің бірдей екен, жазатындары жоқ па деп ойлайды, ол менің парақшама қызықпайды. Одно и то же дейді да қояды. Жоқ, сіз келесі компанияға обучение өтесіз, сіз күнде өзіңіз шынайы жазып отқан кезде, біріншіден сіздің тіл байлығыңыз өседі, екіншіден сіздің ой өрісіңіз кеңейеді, үшіншіден сіздің күнделікті жазып отқаннан кейін не жаза алатыныңызды білесіз, сіздің желаниеңіз жұмыс істеуге тоқтап қалмайды. Мысалы, сіз айтасыз, қайырлы кеш қыздар, ханымдар, мен осындай керемет бір компанияның атын әлі әзір айтпайсыз. Потому что сіз компанияны айтсаңыз, ол компанияға өздері ақтауып алады. Сол үшін сіз мүмкіндік мейлінше сіз бастап келе жатқанмен компания әзірге реклама жасамайсыз. Өйткені компания сіздің рекламаңызға мұқтаж емес. Компания ол өзінің жаңағы товар оборотын жүргізген үшін маркетинг планына қарай сізге айлық төлейді. Ал обучение жасайтын, ол сол үшін біз өзімізді пиарить ету керекпіз. Өзімізге жеке брендті нөлден бастауға болады. Сіздер айтуыңыз мүмкін, менің жеке брендім жоқ, менған ешкім келмейді. Мен қалай адамдарды шақырамын, менде подписчик те жоқ деп. Болады, нөлден бастауға болады. Жеке бренді бар адамдардың бәрі бірден бренді бар адам болып кеткен жоқ. Олар да бір қадамнан бастап кетті. 5-ші этажға шығу үшін де сіз бірінші подъездге келесіз, одан кейін бірінші есігін ашасыз, подъездге кіресіз, бірінші қадам, екінші қадам, сіз 5-ші этажға көтерілесіз. Дәл сол секілді бұл жерде де сіздер нөлден бастауға болады жеке брендті. Енді қараңыз, сіз оформление жасап қойыңыз, таплинке сервистерін бәрін орнатып жасап қойдыңыз. Енді күнделікті нәрсеңізді жазып отырасыз, постыңызды. Посттың түрлері бар, ол деген фото, видео, тікелей эфир, сторис және посттарды дұрыс салу. Посттың да өзінің жаңағы вовлекающий, игровой, жаңағы заманивающий деген сияқты өзінің түрлері өте көп. Енді қараңыз, сіз мысалға бірінші күні мысалға жазасыз. Сурет салғанда да мүмкіндігінше сіз тек қана өзіңіздің суретіңізді салыңыз. Үйде түскен болсын, әдемі далаға шыққан кезде әдемі фонды көрдіңіз ба, өзіңіздің суретіңізді түсіріп алыңыз. Енді сіз бұл жерде сурет жинаумен айналысасыз, тек қана өзіңіз болу керек. Одан кейін пост жазған кезде, сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай деген, ол жерде сұрасу, жағдай сұрасу, әңгімелесу деген мүлдем керек емес. Ол жерде сіз керемет мүмкіндік болмаса, ура, мен қуаныштымын. Бірінші сіз суретіңізге тақырып жазып қоясыз да, привлекающий, мысалға,
сосын сіздің суретіңізді көреді. Жаңағы керемет, мен таптым деген сияқты, мынау не тапты деген сияқты ойлайды, сіздің жаңағы привлекающий постыңызға оқиды, сосын сіздің парақшаңыз кіреді. Міндетті түрде сіздердің посттарыңыздағы тақырыппен, жаңағы суреттегі тақырыппен постыңыздың мәтіні бір-біріне сәйкес келу керек. Сөйтесіз, ары қарай жазасыз. Керемет, мен таптым. Арғы қыздар, мені көптен бері, болмаса қыздар, мен осы компания көптен бері мен іздегенімді таптым. Керемет компания. Мен осындай марафонға қатыстым. Тегін қатыстым, өте көп мәліметтер алдым, құнды дүние үйрендім. Бірінші күні маған мынандай нәрселер үйретті. Келесі ертеңгі тақырыптың, болмаса жаңағы, мен мақсат аудитория туралы білдім. Ол тақырыпты мен сізге келесі постымда айтам. Көрдіңіз ба? Келесі постқа сіз ол адамды уже шақырып отырасыз. Одан кейін тағы да бір мәселе, сіз мысалы постты, адамдар сіздің постыңызды оқу үшін басында айтасыз. Соңына дейін оқы, одан кейін соңына дейін оқы, мен саған келесі тақырыпты айтамын. Болмаса, оқымай тұрып, лайк басып кет. Болмаса, осы мәтінді жазып қойған ең соңында призывающий, егер де осы постпен сен келіссең, өз пікіріңді комментария қалдырып кет. Міне осылай кетеді ма? Келесі бір тақырып постыңызда өзіңіздің басқаша суретіңізді қоясыз да, ол жерде де сіз призывающий тақырып қоясыз да, может ол жаңағындай бірін-біріне бүйтіп ұрыстырғысы келетіндей, сұмдығай деген мысалға бір тақырыпты жаздыңыз, бүйтіп сұмдығай дейсіз, мынандай сурет қойып қоясыз. Ол адамды тағы да өзіне назарын аудартады. Ол жерде де сол сұмдығайдың тақырыбын жазасыз, мәтін не үшін сіз сұмдығай деп жаздыңыз. Сұмдығай, сонда сен осындай ма, или болса масқара деген тақырыпты жазасыз, қоясыз суретмен, мысалына. Сөйтесіз, не істейсіз? Мен осындай компанияға келіп тіркелген кезде масқара, ятай, сен осыған тіркелдің ма, көтерілем деген әңгіме жүрді. Расымен де қазір оның бәрі жоққа шығарды, масқара емес екен дәлелдеді деген сияқты қылып, сіз соған тақырыпқа сай не жазасыз, мәтін жазасыз. Одан кейін мәтінді жазу керек екенде бұқпыртып текстін бәрін өкілтіп жазуға болмайды. Өзінің алгоритмі бар. Пост жаңағыдай абзацымен 2, 3, 4 сөйлемнен құратын пост болғаны дұрыс. Одан кейін арасына егер де керек болса, онда жаңағы смайликтерді қоюыңызға болады. Енді тікелей эфирде мүмкіндігінше стористер дейміз, сторис және жаңағы видеолар. Қазіргі таңда видео-контент өте үлкен жақсы қарқынды дамып келе жатыр. Көп адамдар қазір постты оқи бермеуі де мүмкін, бірақ оқитындар да болады. Видео-контентпен мысалға сіз егер де суретке түсуді ұнатпасаңыз, болмаса маған суретпен көріңіз, лучше видеоға түсе салғанды жақсы десеңіз, дәл сол мәтінді сіз видеоға шығып, сториске шығып, видеоға шығып, соны өз сөзіңізбен бүйтіп, эмоциямен әдемелеп, шынайы қылып келтіретін болсаңыз, оны пост қылып салып қоюыңызға болады. Және сол постыңызды сіз сторисқа самолетпен жіберсеңіз де, сіздің сторисіңіз жанып тұру керек. Енді қараңыз, қазір жаңа біз айттық, видео дедік, енді ол видеоға YouTube каналда жатады. Адамдар көбісі видеоға жаңағы осылай прямой эфир болсын, болмаса сториске шығу болсын, көбінесе камерадан қорқып жатады. Әрине ол егер де сіз бизнеске келетін болсаңыз, сіз мен камерадан қорқам деп өмір бойы отырамайсыз. Сіз бір әрекетіңізді жасау керексіз, сіз өзіңізді халықтың алдына қарата шығару керексіз. Бір рет сөйлеңіз, мейлің, 2 рет бір 5 минутқа шығып кетің, сәлем достар, болмаса қыздар, қайырлы кеш, болмаса тек өзіңізді тұрамасаңыз, еш болмаса далада жүрген жаңағы неңізді, қыздар мұны қараңыздар, бүгін өте керемет кеш болып жатыр, мен бүгін тойға келдім деген сияқты прямой эфирға сөйтіп бір шығып қойыңыз. Одан кейін барып өзіңізді селфи қылып түсіріп көріңіз. Сөйтіп жаймен сіз өзіңіздің камераның алдына деген қорқынышыңызды сіз жоясыз. Негізі қорқыныш проблема бәрі мына мида бізде. Ойбай, мен қорқамын, ойбай, мен сөйлей алмаймын, ойбай. Ол ойбайдың бәрін жоюға болады. Қалай? Мына жаққа сигнал бере аламыз. Ештеңе жоқ. Елдің бәрі видеоға түсіп жатыр, мен де түсе аламын. Онда тұрған ештеңе жоқ, қиындық жоқ. Сіз қиын деген сайын ол қиын бола береді. Ал сіз түк проблема емес дейтін болсаңыз, ол сізге проблема болмайды. Былайша айтқанда. Енді қараңыздар.
сіз енді күнделікті постыңызды жазып отқаннан кейін сізде бір жыл, бір ай бойы сіз жақсылап обучение жасап аласыз. Енді келген кезде де сіз мүмкіндігінше обучениесі бар командаға, компанияға келгеніңіз дұрыс. Енді өзіңіз ойлаңыз, компанияға келгеннен ай сайын ЛТО жасай бергеніңіз, просто так жасай берген жақсы ма? Или соның нәтижесін көріп, бір нәрсені үйренгіңіз келе ме? Сіз күнделікті үйреніп отыратын болсаңыз, қалай үйренесіз? Ол сіз пост жазасыз, сіз ізденесіз, күнделікті жасап жатқан қадамдарыңызды жазасыз, жаңағы бар білгеніңізді айтып отырасыз, сөйтіп елге айтып отырып, сіз өзіңіз қалай үйреніп алғаныңызды білмей қаласыз. Значит, сізде уже кішкентай болса да сізде уже білім бар. Сіз адамды үйрете алатын жағдайға жетесіз. Ал оның бәрін сіз қаяқтан үйренесіз? Сіз осындай тегін марафондарға келу арқылы, үздіксіз оқудың арқасында, үздіксіз дамудың арқасында сізге осындай білімдер жинақталады. Сіз уже елдерге айта алатын боласыз. Енді жалпы көбінесе біздің жер жатқан қателіктеріміз осыдан жаңа қорқу, постымызды дұрыс жазбау, не жазамын, не істеймін, ойбайдан басталады. Оның бәрін проблемасын шешуге болады. Тек қана дұрыс бағыт-бағдарды біліп отырыңыз, және дұрыс методиканы жасап отыру керек. Жалпы осы көп мәліметтер айтылып жатыр деп ойлаймын. Осыны егеріп алсаңыздар да жаман емес. Әрине бұның бәрі бір күнде келмейді, бұның бәрі күнделікті әрекеттің нәтижесіне шығады. Сондықтан қыздар қорықпаңыздар, контент жазу проблема емес, видеоға шығу да проблема емес. Елдермен шығасыздар, мысалға сөйлесесіздер, былайша айтқанда бір тойға шыққанда да тойдың алдында сіз халықтың алдында тілек айтуға әйтеуір бір шығасыз ғой, шығу керек болғаннан кейін сізді шақырып қолыңызға микрофон берсе сөйлейсіз ғой. Бір-екі ауыз сөйлесеңіз дәл сол секілді осы прямой эфирға да, сториске де шыққан кезде сол бір-екі ауыз сөзден басталады бәрі. Пост жазу жаңағындай күнделікті қадамдардан, майда-майда қадамдардан үлкен нәтиже шығаруға болады. Жаңағы провокационный посттар жазуға болады, анау бүйтіпті, мынау сөйтіпті, масқара, анау енді былай видеоларды көбінесе YouTube каналдары жазып жатыр, масқара ұрып кетіпті, кім-кімді ұрғанын бірақ жазбайды, жасырын түрде қалады. Сіз соған бәрі де публикат еткен неге тақырыпқа сіз бет бұрасыз. Сол сияқты бұл жерде контенттер де дәл сондай. Ақбота ханым, мен естіліп тұрмын ба? Мен сөйлеп жатырмын, сөйлеп қапқаған жоқпын ба? Естіліп тұр, Ал енді қыздар, естіліп тұр, Енді қараңыздар, біз енді жаңағы упаковканы жасадық, дұрыстадық, немізді парақшамызды, жаңағы мақсат аудиториямыз таңдадық, контент бар, енді не жазатынымызды білеміз, проблема емес. Одан кейін енді бұл контентті жай ғана жазып шығарып қою емес, біздің міндетіміз. Бұл контентке ең алдымен енді біздің пока постоянный оқырмандарымыз жоқ. Енді ғана мақсат аудиториямен жұмыс жасаватыр. Бұл контентті енді бесплатный трафик жасау керек. Бесплатный трафик қалай жасалады? Мысалға, бағытталып жазылды, мақсатты адамдарымызға. Сол мақсатты адамдарымызға мысалға қарасты бізде хэштег деген нәрсе бар, Көбінде біз жаңағы сіздер білесіздер, өздеріңізде лайфтаймға қатысып жүрген шығарсыздар, бірақ лайфтаймның хэштегінен сіздерге онша да көп пайда келмейді. Лайфтаймның хэштегі сіздерге қазіргі таңда Инстаграмда лайкта онша жаңағы не бермейді, мысалға охват бермейді. Сізге самый главный, енді өзіңіздің адамдарыңызды табу керек қой, өзіңіз деген уже мақсатты аудиторияны білгеннен кейін біз уже соған қарасты, мысалға интернеттегі барлық платформаларды под целевой аудитория жасап қойған негізі. Барлық жаңағы неде хэштегтер бар. Енді біз хэштегпен қалай жұмыс жасаймыз? Хэштегтің өзі бөлінеді, среднечастотный, высокочастотный, низкочастотный деп. Алғашқы бизнесті бастап жатқан кезде өте высокочастотный хэштегтермен жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Себебі ол миллионный хэштегтердің арасына түсіп кетесіз дағы, сіз жаңағы жоғалып қаласыз. Сол себепті низкочастотный, бірақтан өзіңіздің мақсатты адамдарыңыз болу керек. Мысалы, Айзада ханым жұмыс жасайды, яғни найм мен онлайнның екеуінде алып жүрген, мысалы, таңертеңнен кешке дейін өзінің жұмысында жасайды, одан кейін кешке қарай келіп 2 сағат осы онлайн бағытта жұмыс жасайды. Соны мысалға
бұл кісі қалай істейді, иә, онлайн, мысалға, наймда жұмыс жасайтын кімдер бар, мысалға, иә, там, хэштег, бухгалтерлер бар деген сияқты, иә, кішкене жаңағыдай, учителя деген сияқты, иә, сондай бір хэштегтерді тауып көріп та, өйткені бұл кісі өзі наймда жұмыс жасайтын болғаннан кейін, бұл кісі осы наймдағы адамдардың уже больдарын, потребностарын бәрін біледі да, көрдіңіздер ма, бұл кісіге жеңіл да уже. Даже трафиктің өзіне, хэштегтің өзін дұрыс бағытта қоюдың өзі, это очень дұрыс, өйткені, мысалы мен, кәдімгі мамочка в декрете болып, онлайн бағытта отырым, я, бірақтан мен мамочка декреттерге арналған пост шығарам да, оны мынау найымдағы адамдардың хэштегін қойып қойсам, оларға ол вообще қызық болмайды, өйткені не совпадает потребности, да, поэтому сіздер жаңағы совпадать ететіндей, бүгін жалпы осы сабақта, қазір осы телеграмға тағы да сабақтар қосымша беріледі, соның ішінде осы тегін трафикті қалай істеу керек, иә, мысалға сондай да тақырыптар беріледі. Жалпы сіз постты шығарып қоя салмайсыз, жаңағыдай дұрыс упаковка жасаймыз, мақсат аудиторияны таңдаймыз, мақсат аудитория қарасты сіз өзіңіздің жаңағы салыстырмалы түрде, кәдімгі практикада не болып жатыр, соны жазасыз, иә, өйткені дәл сіздің мақсат аудиторияңыздағы адамдардың болі сізбен бірге тең. Бұдан былай біз адамдарды выбирать ете аламыз. Қараңыздар, біз жаппай бәріне айтпаймыз, өзімізге выборочно адамдарды аламыз. Мен мақсат аудитория, мысалға, қазіргі кезде мен жолы болмай жүрген сетевиктермен жұмыс жасаймын. Неге? Себебі мен сетевой компанияда нөлден бастап топ лидерға баратын жолдың бәрін білемін. Бәр жерінен совет бере аламын, сол себепті. Ал сіздер, мысалға, енді келдіңіздер ғой, білмейсіздер ғой, бірақ сіздер шамалы өздеріңізді салыңыздар, иә? Мен кіммін деп сіз өзіңізді жазыңыз, кто я, кто моя целевая аудитория, что нас связывает, мысалға, иә? Сіз кімсіз, өзіңізді жазыңыз алдымен. Егер де таңдай алмай дұрыстап шатасып жатсаңыздар, всегда жазамыз, қыздар, жазып таңдаған дұрыс, жазыңыздар, кім екендеріңізді жазыңыздаршы, кім екендеріңізді. Өзіңіз жайында бір 100 или 10 или 20 қанша ақпарат жаза аласыз, жазыңыз сол нәрсені. Соның ішіне қарап, содан кейін енді сіздің қандай проблемаларыңыз бар. И примерно осы сіз сияқты адамдар сіздің мақсат аудиторияңыз болады. Понимаете, жаңа Айзада ханым айтып кетті, иә, мен найым мен онлайнның ортасында жүрмін. Неге мен қосымша табыс іздеп жүрмін? Себебі мен найымдағы жұмысымда ақшам жетпей жатыр деп айтты, иә, сіздерге. Мен бұдан да жақсы, мен еще лишний әдемі көйлек алғым келеді, қымбат. Мен қымбат жерге барып қыдырғым келеді, балаларыма қымбат киім алып бергім келеді деп айтты, иә. Міне сол сияқты біздің әрқайсымыздың өзіміздің боліміз бар. Ну, это боль, мы совпадаем. Біз өзімізге ұқсайтын, бизнесте де өзімізге ұқсайтын адамдар келеді бізге. Біз, если у нас потребности наши совпадают, мы с полуслов уже будем друг друга понимать, и бірге бизнесті жасап кете аламыз, иә, мысалға, иә? Міне сол сияқты әркімнің положениесі әртүрлі, әркімнің мақсат аудиториясы әртүрлі. Контентті жаздыңыз, одан кейін сол контентті енді продвижение жасау керек, яғни трафик әкелу керек. Сол сіздің постыңызға адамдарды қызықтырып түсіру керек, интересныйге шығу керек. Осы жағдайлардың бәрі сіздерге тағы да беріледі. Ал енді жалпы бүгінгі болған эфирді сіздерге енді бұл да бір виральный контент деген нәрсе. Ертең нәтижесін сіздерге міндетті түрде айтып бөлісеміз. Қыздар, ханымдар, бүгінгі болған эфирді 10 адамға таратқан адамға бізден осы самолетикті жіберіп 10 адамға таратсаңыздар, бізден тағы да тегін сыйлық аласыздар. Қандай сыйлық екен, сол телеграм каналда қазір қыздар сіздерге жазады. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Ертеңгі сабақта кездескенше, ертең енді сізді айттым, я сабақта қалай командасыз новичоктар, әлі бірде-бір адам жоқ болса, қалай командасыз 50 000 теңгені қалай жасауға болады, және де менің командама келген әр менің қыздарым күнделікті табыс табады, 10 000 теңгеден 50 000 теңгеге дейін. Сол табысты қалай тауып отырғанымыздың сол секретті айтатын боламыз. И еще сіздерге ертең Лилия ханым, сіздердің тоже кураторларыңыз, Айзада ханымның лидері алдыңғы қатарындағы Лилия ханым сіздерге консультацияны, жалпы қалай, қай бағытта дұрыс консультацияның алгоритмімен таныстыратын болады. Ертеңгі сабақта кездескенше, бүгінгі осы эфирді 10 адамға самолетикпен таратып, бізден сыйлық алуды ұмытып кетпеңіздер. Телеграм каналға кірмеген болсаңыздар, осы жерге жазыңыздар, телеграм каналға мені қосыңыздар деп. Телеграм каналда өйткені сіздермен обратная связь болады. Жаңағы біз айтып отқан нәрселердің бәрін бүгін жасап, талдап, осы қыздармен бірге бәрін өңдетіп, қаратып, эксперттердің мнениесін
білулеріңізге болады. Олай болса жақсы, ертеңге дейін кездескенше Telegram каналда кездесеміз қазір, қыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы.